Hello students, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз English Plus Grade 5 Students Book кітабындағы 60-шы бетті өтетін боламыз. Бүгін бізде speaking, яғни сөйлеу дағдысын қалыптастыратын, дамытатын жаттығуларды орындаймыз. Енді бірінші оқушылар бізде диалог берілген. Exercise number 1, look at the photo, where are the people, what have they got дейді. Бұл жерде суретке қарап, бұл адамдар не істеп жатыр дейді, what have they got, оларда не нәрсе бар дейді. Соны жалпы speaking тапсырмасында ауызша айтасыздар. Ал мен сіздерге енді exercise number 2 екінші жаттығу listen and complete the dialogue. Бізде берілген диалогты құрастыруымыз қажет. Яғни осы сөздерді, астында тұрған сөздерді тиісті орнына қоюымыз қажет. Ендеше бастайық. Біріншіде hey, бұл жерде what's сөзі болады. What's that music? Hey, бұл қандай әуен, қандай музыка дейді. Sally жауап береді. I'm in a samba band. We've got band practice now. Мен қазір самба тобындамын дейді, және біз дайындалып жатырмыз қазір топпен бірге дейді. That's great, бұл тамаша ғой дейді. Yes, there is practice every Friday and in July we're in the Britain Carnival. Иә, біз әр жұма сайын дайындаламыз дейді, және де біз шілде айында Britain карнавалына барайын деп жатырмыз дейді. Why don't you come along? Сен неге келмейсің дейді. But I don't play an instrument. Бірақ мен яғни музыкалық аспаптарда ойнай алмаймын ғой дейді. That doesn't matter. Why not come and dance or make some costumes? Бұл қызықтырмайды дейді, бұл маңызды емес дейді. Сен өзің келіп билесең немесе бірнеше костюмдар жасасаң қалай деп сұрап жатыр. Yes, okay, why not? Yeah, жарайды, неге жасамасқа дейді. Okay, let's do exercise number 3. Cover the dialogue and order the key phrases. Then check your answers. Бұл жерде оқушылар берілген диалогтардағы мәтіндерді рет-ретімен қоюымыз қажет. Яғни мәтінді өзіміздің қолымызбен жауып тұрып, мысалға жаздырып, рет-ретімен қойып айтып шығуымыз қажет. Бірінші бізде why don't come along болады. Одан кейін бізде but I don't play an instrument. That doesn't matter. Why not come and dance? Okay, why not? Дәл осылай, яғни рет-ретімен біз айтып жазуымыз қажет. The next exercise number 4. Келесі жаттығу бізде 4-ші жаттығу оқушылар. Match problems 1, 6 with solutions A, F, then write and practice mini dialogues about the situations. Оқушылар көріп тұрғандарыңыздай 1-ден 6-ға дейін нөмірленген, олар бізде problems, яғни проблемалар, түрлі жағдайлар деп тұр. Ал қасында тұрған A-ден F-ке дейін берген тұр, ол бізде solutions. Solutions ол бізде шешімдер, яғни проблеманың шешімдері. Енді біз соларды сәйкестендіруіміз қажет, яғни проблема мен оның шешімін. Біріншісін бастайық. Бірінші сөйлемде былай дейді. There aren't any buses. Автобустар жоқ дейді, яғни мұнда автобустар жоқ. Бізде F жауабы, solutions оның шешімі F болады. Walk, жаяу жүру. Екінші бізде the hot dogs are terrible. Хот-догтар өте қорқынышты дейді. Eat a salad. B жауабы болады. Оның шешімі eat a salad. Үшінші бізде I haven't got a present for my friend. Менің досыма сыйлығым жоқ дейді. Ол бізде make a cake. Оның орнына яғни make a cake бізде торт жаса дейді. Торт жасау A жауабында. Төртінші бізде I don't sing. Мен өлең айта алмаймын. Жауабы бізде C болады, dance. Dance, яғни билеу. Келесі бесінші бізде my friend is in hospital. Менің досым ауруханада дейді. D, visit, яғни бару оған. Алтыншы соңғысы бізде I'm at school on my birthday. Мен өзім туған күнімде мектепте боламын дейді. Мектептемін дейді. Оның жауабы бізде E болады. Celebrate on a different day. Басқа күні тойлау болады. Келесі бізде exercise number 5. Activate. Бұл жерде оқушылар write a new dialogue for the boy and the girl. Яғни бізге берілген мысалдағы диалогқа қарап, диалог құрауымыз қажет мына бала мен қызға. So let's start. Бастайық. Бірінші бізде жазу турасында. What says? It's a disco and a salsa competition. Why don't you come along? But I don't dance. That doesn't matter. Why not come and decorate hall or play music? Yes, okay.
деп осылай диалог құрап жазсаңыздар болады, оқушылар. So that's all, students. If you understand my lesson, like, comment and subscribe my channel. Оқушылар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болған болса, ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер, және алдағы уақытта сіздерге сабақтарды видеоролик ретінде түсіретін боламын, және де сол үшін қоңыраушаны басып алыңыздар. So the lesson is over. Bye bye.